Hi, my followers. Подписчиктеріме сәлем. Уәде еткенімдей, бүгін тек сіздер ғана көре алатын видео түсірдім. Тіркелмеген адам көре алмайды. Бұл видеода сіздерге ағылшын тілін қалай үйренуге, тез үйренуге болатын туралы айтатын боламын. Және де жалпы осы ағылшын тілін үйренуде, сөйлеуде жалпы сөздік қор өте маңызды. Сол сөздік қорды қалай дәл қазір осы видеодан кейін сіздің ағылшын тіліндегі сөздік қорыңыз бірден ұлғаятын болады. Ол қандай ғажап нәрсе деп таңғалып отырған шығарсыз, қазір бөлісемін. Яғни бұл өте барлықтарыңызға тиімді әдіс болып табылады. Себебі барлықтарыңыз сіздер орыс тілін білесіздер ғой. Орыс тіліндегі бір жалғауға аяқталатын сөздерді ағылшын тілінде дәл аяқ жағын, яғни жалғауын ауыстыру арқылы сіздер орысшада қанша сөз білесіз, аяқталатын сонша сөзді ағылшын тілінде білетін боласыздар. Бұл өте керемет. Сондықтан видеоны аяғына дейін көріңіз. Ал бастайық онда. Бірінші, мысалы, орыс тілінде цыя, яғни жалғауын аяқталатын сөздерді еске түсірейік. Мысалы, станция. Дәл осы сөзді енді біз ағылшын тілінде тек жалғауын ауыстырып айта аламыз. Ол шын деген жалғау, яғни ол T-I-O-N деген әріптермен жазылады, шын деп оқимыз. Мысалы, станция орыс тілінде, ағылшын тілінде station болады. Сол сияқты тағы да қандай орыс тілінде цыя сөзіне аяқталатын сөздер бар. Мен қазір бірнешеуін мысалға келтірем. Сіздер төменде комментарийға жазып кетіңіздер. Қалай сіздердің ағылшын тілдеріңіздегі, яғни сөздік қорларыңыз қалай, неше сөзге көбейді, өздеріңіз есептеп көріңіздер. Бұл өте керемет әдіс. Және станция station болды. Енді келесі мысалы делегация, delegation. Мысалы нация деп алсақ та болады, нация, nation. Өте ғажап, таңғалып отырған шығарсыз, сізде. Мен осы әдіспен сіздерге тек менің қолдап өстіп, маған жазылып тіркеліп жатқан адамдарға осылай видео түсірейін деп шештім. Тағы да қандай сөздер бар, еске түсірейік. Тағы да мысалы ситуация, situation, мотивация, motivation. Бұл сөздер қатары өте көп. Яғни сіздер астына комментарийға жазып кетулеріңізге болады, қандай сөз қалай болатынын. Бірақ бір ескеретін жайт, бұда да исключениялар бар, яғни олай болмайтын жағдайлар бар. Мысалы, animation, ол анимация деп айтуға болады, мультипликация деп айтуға болады. Акция, action, басқа сөз болып кетуі мүмкін жағдайлар бар. Переводы прямо сура сол сөзге келмейтін жағдайлар бар. Соны ескеріңіз. Видео ұнаса лайк басыңыздар. Және де достарыңызға осы каналға тіркелуге кеңес беріңіздер. Бірге ағылшын үйренейік. Goodbye everyone. See you next time.